Қазақ әйелі аз ғана жәрдем бергеніңді ұмытпайды, тезірек еселеп қайтаруға тырысады. Хан сасыған хан сарайы дейді қазақтар. Осыны халық өте ерте түсінген. Қазақтар жақсылықтың қадірін білетін халық. Ой кеселдері уайымсыздық, салғырттық, ойыншы күлкішілік, қайғыға салыну, құмарға берілу. Адамдармен айтысу, өз-өзіңе ие бола алмау алдымен өзіңе зиян. Бұл өз-өзіңді ең пайдасызға жұту. Дүниеде бәрінен бұрын осыдан тартыну керек. Атадан алтау тудым деп, асқынып жауап айтпаңыз. Атамның малы көпті деп атты басқа тартпаңыз. Дүниедегі ең оңай нәрсе кісіге ақыл айту, ең қиыны өзіңді өзің түсіну. Не жеңіл, басқаларға кеңес беруі. Бұл өмірдің қызығы махаббатпен, көрге кірсең үлгілі жақсы атақпен, арттағы сөзіңмен ісің қалса, өлсең де өлмегенге боласың тең. Халық ішінде сұмыра келген жақтан бір апат, не жұт, не ашаршылық болады деген наным бар. Тілі мәңгі жасаған халық өзі де өлмейді. Құдайдан қорық, пендеден ұял, балаң бала болсын десең оқыт, малайыма. Ауруды жаратқан Құдай, бірақ ортқан Құдай емес. Қарап отырма, бір нәрсеге жарап отыр. Кәсіп болмай, нәсіп болмас. Әр адамның үш мінезі бар. Бірінші, оған телінетін мінез. Екінші, оның өзіне телейтін мінезі. Үшінші, оның жүзіндегі нақты мінез.